Сәлем достар, сіздермен бірге BI Академия және мен Мейірбан. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дифференциалдық теңдеулер курсының біртекті дифференциалдық теңдеуді шешу. Біртекті дифференциалдық теңдеу бізде теңіз түбіндегі толқындарға, теңізде жүретін радикалды су кемелерінде қолданылады. Келесі кезекте бізде есептің экранда көрсетілген берілген алдын ала жазып қойдым. Бізде y тең tx және tdx x dt дегеніміз бұл біртекті дифференциалдық теңдеудің шарты болып табылады. Біртекті дифференциалдық теңдеудің негізі екі жағдайын көрсетемін. Бұл ең оңай жеңіл жағдайы. Келесі кезекте екінші жағдай көрсем, ол қатты айырмашылығы болмайды, бірақ шығару жолында ұқсастық кішкене болады. Келесі кезекте біз алмастыру әдісі бойынша y-тің орнына tx-тарды жазып шығамыз. 6t куб x куб плюс 2x квадрат tx tx 5x t квадрат x квадрат плюс x куб t-тің орнына берілген жазамыз. Келесі кезекте біз шақшаларды ашып шығатын боламыз. Ендігі кезекте осы жазған өлеңімізді ықшамдайтын боламыз. Сол кезде бізде осындай мән шығатын болады. X кубтарды қысқартып тастайтын боламыз. Плюс x қалады, 4 дәрежеде болғандықтан 5t квадрат плюс 4t. Келесі кезекте дифференциалдық теңдеуде интеграл қолданатындықтан екі жаққа жіктеп аламыз. Сол кезде интеграл tx пен x интеграл плюс ға қатынасын жасайтын боламыз. Бірінші бізде x-ті 1 деп аламыз. x пен x интегралы табан x шығады. Келесі кезекте бізде осы берілген мәтіннің интегралдың интегралы табамыз. Келесі кезекте біз есебімізді Остроградский теңдеуіне салатын боламыз. Бөліміндегі t-ны
тақшаның сыртына шығаратын боламыз. Строговский әдісін былай есептейміз. 5t квадрат бөлінген тақшаның сыртында t квадрат плюс t тең біріншіге a дедім, екіншіге f плюс s деген айнымалы арқылы енгізу арқылы шығарамыз. Сол кезде бізде интегралымызды есептеу оңай түрге келтіретін боламыз. Екі жаққа ортақ бөлім беретін боламыз. Бірінші теңдіктің сол жақ бетіндегі өзін жазамыз. 5t квадрат плюс 1 аға t квадрат плюс 1 бөлеміз. Ал t плюс s-ға t-дан беретін боламыз. Сол кезде бізде шығады 5t квадрат плюс 1 тең at квадрат плюс a плюс ft квадрат плюс s-ті келесі кезекте t-ның квадраты t-ның 1 дәрежесі t-ның 0 дәрежесі. Бізде t-ның квадраты бар теңдіктің сол жақ бетінде 5 бар, ал теңдіктің оң жақ бетінде a мен b бар. Теңдіктің сол жақ бетінде t-ның 1 дәрежесі 0 болады, жоқ, ал оң жақ бетінде s-ға тең. t-ның 0 дәрежесі теңдіктің сол жақ бетінде 1-ге тең, ал теңдіктің оң жақ бетінде a-ға тең. Яғни бізде a-мыз 1-ге тең, s-мыз 0-ге тең, f-мыз 4-ге тең болады. Осы шыққан жауаптарды біз орын-орнына қоятын боламыз. Сол кезде a-мыз 1 бөлінген t плюс f плюс s-мыз 4 болады. S 0 кетті. F-мыз 4 болды. Бөліміне t квадрат плюс 1 t-ті осы есепті интегралдайтын боламыз. Жақшаны ашып, жеке-жеке интегралдасақ болады. Яғни t-ті бөлінген t плюс интеграл 4-ті бөлінген t квадрат плюс 1 t-ті. Сол кезде бізде интегралымыздың жауабы шығады. Бірінші t-ті бөлінген t-да ln шығады. Келесі кезекте бізде 4-ті болғандықтан 2 түсіп ln t квадрат плюс 1 плюс s болады. Ендігі кезекте бізде ең алғашқыны бірінші ln x-пен теңестіріп аламыз. ln x тең екінші теңдеуіміз ln t плюс 2 ln t квадрат плюс 1 плюс s. Енді осы жерден ln-дарды қысқартып жібереміз. x тең t плюс t квадрат плюс 1 бүтін s.
көйгөмүз түз деп алсак да болот негизи. Келесі кезекте тонау орнын алған кезде бізде бастапқыда y тең tx болды ғой. Бұл жерден тыны тапқан кезде y бөлінген x болады. Яғни x-қа қатынасы. Енді орнына қоямыз. Сол кезде y бөлінген x плюс y квадрат x квадрат плюс 1 плюс c. Біртекті дифференциалдық теңдеуіміздің жауабы осы шықты.